Сәлеметсіздер ме? Арал индустриялық-техникалық колледжінің физика пәнінің оқытушысы мен Бердімұратова Гаухар Найзабайқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы электр заряды электрлену, электр зарядының сақталу заңы, электрический заряд электричество, закон сохранения электрического заряда, electric charge, electricity, the law of conservation of electric charge. Сабақтың мақсаты білім алушыларға зарядталған бөлшектердің өзара әрекеттесуі мен қозғалысынан туындайтын құбылыстармен таныстыру арқылы алынған теориялық білімдерін бір жүйеге келтіріп, практикалық біліктіліктерін, дағдыларын қалыптастыруға үйрету. Синтетикалық киімді шешкенде, мысықты сипағанда шытырлаған дыбыс естіледі, ал қараңғы бөлмеде тіпті жарқылдайды. Құрғақ шүберекпен теледидарды сүрткенде шытырлаған дыбыс естіледі, жарқыл байқалады. Тарақты алып құрғақ шашты тарағанда, содан кейін кішкентай қағазды жақындатқанда, ұсақ қағаз қиындылары өзіне тартатынын байқаймыз. Бұл құбылыстар өте ертеден белгілі. Біздің заманымызға дейінгі 600 жылдары гректер сары янтардың ерекше қасиетін байқаған. Гректер оны электрон деп, ал оған қатысты құбылысты денелердің электрленуі деп атаған. Денелердің электрлену құбылысы түрлі тектегі екі дененің жанасуы, соқтығысуы және жарылуы кезінде байқалады. Орыс физигі Йоффе мен ағылшын американ физигі Милекин өзара тәжірибе жасап, мынандай қорытындыға келді. Табиғатта өте кішкентай бөлінбейтін бөлшектер бар, және бұндай бөлшектер зарядқа тең. Элементар заряд Е әрпімен белгіленеді, яғни электрон зарядына тең. Е тең болады 1,16 көбейтілген 10-ның -19 дәрежесінде кулонға тең. Бұндай бөлшектер элементар бөлшектер деп аталады. Элементар бөлшектерге атом ядросындағы оң зарядталған протон, заряды жоқ бейтарап нейтрон, оны үлкен жылдамдықпен айналатын теріс зарядталған электрон жатады. Атомдағы протондар мен нейтрондар, электрондар саны бір-біріне тең. Сондықтан атом бейтарап. Бірақ атом электрон жоғалтуы мүмкін. Яғни протонның саны электронның санынан көп болатын болса, онда ол оң зарядталады да 10 ионға айналады. Ал керісінше электронның саны протонның санынан көп болатын болса, онда ол теріс зарядталынып, теріс ионға айналады. Табиғатта заряд оң және теріс болып екіге бөлінеді. Егер шыны таяқшаны жібек матаға үйкейтін болсақ, онда ол оң зарядталады. Эбонит таяқшаны жүнге үйкейтін болсақ, онда ол теріс зарядталынады. Аттас зарядтар бірін-бірі тебеді, яғни екі оң немесе екі теріс заряд болса, олар бірін-бірі тебеді. Ал әр аттас зарядтар бірін-бірі тартады, яғни бір оң, бір теріс болса. Зарядтың өлшем бірлігі кулон. Ол Чарл Кулонның құрметіне берілген. Электрлеу кезінде электр зарядының ешқайдан алынбайтыны және ешқайдан із-түссіз жоғалмайтыны түсінікті. Ол бір денеден екінші денеге өтеді. Ал тұйық жүйедегі денелердің толық заряды өзгермейді. Электр зарядының сақталу заңының математикалық өрнегі Q1 қосылған Q2 қосылған Q3 қосылған Qn тең болады констант. Электроскоп бұл зарядты анықтайтын құрылғы. Оның құрылымын таныстырып өтетін болсақ, металл шар, пластмасса тығын, металл корпус, шыны, жапырақшалар және металл таяқшадан тұрады. Ортасы ауасыз кеңістік, яғни вакуум. Электроскоп грек сөзі электрді көремін дегенді білдіреді.
Электр зарядын өткізу қабілетіне қарай заттар шартты түрде электр өткізгіштер, электр өткізбейтіндер немесе диэлектриктер деп бөлінеді. Бойымен электр заряды өте алатын денелер электр өткізгіштер деп аталады. Мысалыға адамның, малдың денесі, қышқылдардың судағы ертіндісі тағы басқалар жатады. Қалыпты жағдайда электр зарядын өткізбейді, сондықтан оларды диэлектриктер деп атайды. Оған пластмасса, фарфор, эбонит, керосин, май, ауа, газ тағы басқалар жатады. Бүгінгі сабақты бекіту сұрақтары. Электрон зарядына ұқсас заряд қалай аталады? Теріс, отрицательный, негатив. Аттас зарядтар бірін-бірі тебеді, отталкивается, репелс. Янтар грек тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Электрон, электрон, электрон. Протон зарядына ұқсас заряд қалай аталады? Оң, положительный, позитив. Субатомдық бөлшектерге не жатады? Протон, нейтрон. Әр аттас зарядтар тартылады, притягивается, аттракт. Кулонмен қандай шаманы өлшейміз? Заряд, чардж. F әріпімен қандай шаманы белгілейді? Күш, сила, power. Үйге тапсырма. Ара қашықтығы 2 см. Зарядтары 4 кулон және 6 кулон зарядталған вакуумдегі 1/2 кішкене шар қандай күшпен әрекеттеседі? Оқулықтан параграф 8-1-ді оқимыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.